Будай емес, суда пісетін мантының түрімен танысатын боламыз. Бұл түрік халқының тағамы болып табылады. Біздегі тұшпара, яғни пельменге өте қатты ұқсайды дәмі жағынан. Және де осылай қаймақпен жесе өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 400-500 грамм мөлшерінде қамырға 2 жұмыртқаны құямыз. Және де 1 шай қасық тұзды 150 мл жылы суға езіп алып құятын боламыз. Осы заттардан қамыр илейміз. Қамырымызды кішкене тығыздау етіп илейтін боламыз. Себебі нанымыз жаңағы піскен кезде қамырымыз езіліп кетпеуі керек. Тығыздау қамыр илейтін боламыз және 1 сағат көлемінде тындырамыз. Арасында бірнеше рет басатын боламыз. Енді кезекте салмасы үшін 1 пиязды блендерден өткіземіз. Егер де сізде блендер болмаса, кәдімгі пышақпен жаңағы ұсақтап, майдалап турап алсаңыз болады. 300-400 грамм көлеміндегі тартылған етке жаңағы пиязды саламыз, 1 шай қасық толтырып тұз саламыз және қара бұрыш себеміз. Осы заттарды жақсылап араластырып аламыз. Егер де сіздің тартылған етіңіз құрғақтау болса, онда кішкене 2-3 ас қасық су құюға болады. Енді кезекте дайын болған қамырымызды жаятын боламыз. Міндетті түрде қамырымызды тындырып аламыз. Осылай жайғаннан кейін шеттерін, қалың жерлерін кішкене оқтаумен басып жібереміз. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз. Орташала болса жеткілікті қалыңдығы. Енді кезекте осы қамырды осылай алдымен ұзыншақ етіп кесіп аламыз. Жаңағы ұзыншақ қамырымыздың ені 2-3 см көлемінде ғана болады. Яғни кішірек болуы тиіс. Енді көлденеңмен құятын боламыз. Көлденеңмен кесетін боламыз. Қамырымыздың формасы шаршы болу керек. Сол кезде біздің жаңағы мантыларымыз әдемі шығатын болады. Енді кезекте дайындап алған салмамыздан кішкене осылай ортасына салып, әдемілеп манты түйетін боламыз. Алдымен екі жақ шетін жабыстырамыз, одан кейін қалған жерін осылай видеодағыдай жасайтын боламыз. Өте әдемі көрінеді және де жегенге ыңғайлы, дәмді. Өзгеше тамақ жасағыларыңыз келсе, осы тағамды дайындап көрсеңіздер болады. Балаларға қатты ұнайды. Осылай еті кішкене мол болып кетсе, ішіне қарай нығыздап, екі жақ шетін бекітетін боламыз. Барлығын түйіп дайындап алдық. Ендігі кезекте қайнаған суға, яғни суымызды қайнап тұрған бетінде жаңағы дайындап алған мантыларымызды салатын боламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Сорпасымен бірге пельмен ретінде ішуге де болады, немесе жаңағыдай сүзіп алып қаймақпен жесе де болады, өз қалауларыңыз бойынша.
5 минут 7 минут көлемінде ғана қайнатамыз. Тез піседі. Піскеннен кейін бірден сүзіп алатын боламыз. Біздің мантыларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ерекше ас. Түскі асқа да, кешкі асқа да дайындасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.